Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен сухарики дайындаймыз. Бізге керегі бір булканан керек, оны төртбұрышты етіп тураймыз. Одан соң табамызға салып, қызып тұрған пеште 10 минутқа салып аламыз. Одан соң кішкене майымызды табамызға құйып, чесногымызды 3 чеснокты қуырып аламыз қызарғанша. Чесногымыздың дәмі майымызға сіңгенше. Осылай баяу отта қуырып аламыз, сарғайғанша. Одан соң ыдысымызға майымызды құйып, үстінен қызып тұрған нандарымызды саламыз. Үстінен жарты чайный ложка тұзымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Үстінен қызыл бұрышымызды саламыз. Үйлеріңізде қандай приправа бар, соны салсаңыздар болады. Мен түсі сарғыштау болып тұрсын деп, кішкене куркума септім. Одан соң жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған пешімізге 10 минутқа салып аламыз. Қарап тұру қажет, немесе күйіп кетуі мүмкін. Одан соң табамыздан аламыз. Осымен біздің сухаригіміз дайын. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаймыз. Барлықтарыңызға ас болсын.